Сәлем достар! Қаралып жүрген емхана қызметіне көңіліңіз тола ма? Емдеуші дәрігеріңізді немесе емханаңызды ауыстырғыңыз келе ме? Дәл қазір жағдайды өзгертуге мүмкіндік бар. Қапы қалмаңыз. Мен ешқашан емхананы өзім таңдаған емеспін. Сондықтан ылғи тұрақты жерім бойынша автоматты түрде тіркеп тастайды. Ең алдымен медициналық сақтандыру қорының сайтына кіріп, емхананы таңдайсыз. Сіз тек мемлекеттік қана емес, жеке меншік клиникаға да тіркеле аласыз. Бастысы, ол МСХ-ның дерекқорына енген болу керек. Тіркелудің 3 түрлі жолы бар. Біріншісі, электронды үкімет порталы арқылы онлайн режимде тіркелу. Сайттағы жеке кабинетіме кірдім. Онлайн қызметке тапсырыс бердім. Ол үшін электронды цифрлық қолтаңбаның қажеті жоқ. Тіркеу туралы анықтаманы да жеке кабинеттен табасыз. Қалған екі әдіс бойынша тіркелу үшін өзіңіз баруға тура келеді. Жеке куәлігіңізді алып шығуды ұмытпаңыз. Ендеше емханаға кеттік. Сәлеметсіз. Қай жерде тіркелге болады? Керемет. Бар. Бас дәрігердің атына тіркеу туралы өтініш жазамыз. Өтініш еркін формада жазылады. Бұл әрі кетсе жарты сағатқа созылатын шаруа. Тіркелудің үшінші жолы халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы тіркелу. Ол үшін Connection Point бөліміне бару керек. Осы жердегі мамандардың көмегімен электронды үкімет қызметін пайдалануға болады. Сонымен қатар, емханасын ауыстырған азаматтар қазір тіркелген клиника қызметін келер жылдың басынан бастап пайдалана алатынын ұмытпаған жөн.